Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару курсын жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып қалдықтарды энергетикалық пайдалану. Қарастырылатын сұрақтар: қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар тізбесін қалыптастыру қағидалары. Екінші, қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар тізбесін қалыптастыру тәртібі. Қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар тізбесін жалпы қалыптастыру қағидалары. Бұл қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар тізбесін қалыптастыру қағидалары 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 324 бабының 6 тармағына сәйкес әзірленген және қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар тізбесін қалыптастыру тәртібін айқындайды. Бұл жерде қолданылатын негізгі ұғымдар мыналар: жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есептік қаржы орталығы. Бұл жүйелік оператор құратын және жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласында басшылықты және сала аралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган айқындайтын жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жөніндегі объектілер. Қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі объектілер өндірген және Қазақстан Республикасы бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің электр желілеріне берілген электр энергиясын орталықтандырылған сатып алуды және сатуды жүзеге асыратын заңды тұлғаны айтамыз. Қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату бұл органикалық қалдықтардан биогаз және өзге де отын алуды қоспағанда қалдықтардың көлемін азайту және энергия алу, оның ішінде оларды қайталама және энергетикалық ресурстар ретінде пайдалану мақсатында оларды термиялық өңдеу процесі. Қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі жобаларды іріктеу бойынша аукциондық сауда. Бұл сауда-саттыққа қатысушы аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушыда тіркеуден өткен және қатысушы мәртебесін алған тұлға. Келесі: қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі объект. Бұл қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуға арналған техникалық құрылғылар мен қондырғылардың және қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату үшін технологиялық тұрғыдан қажетті, олармен өзара байланысты құрылыстар мен инфрақұрылымның жиынтығы. Қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуды пайдаланатын энергия өндіруші ұйым дегеніміз бұл қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратудан алынатын энергия өндіруді жүзеге асыратын заңды тұлға. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган. Бұл қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласындағы басшылықты және сала аралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган, сондай-ақ оның аумақтық органдары. Қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар тізбесін қалыптастыру тәртібі. Қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі технологияларды іріктеуді жүзеге асыру. Энергетикалық кәдеге жарату
объектілерін енгізу және аукциондық сауда-саттық өткізу үшін елді мекендер тобын айқындау үшін уәкілетті органның шешімімен тізбені қалыптастыру мәселелері жөніндегі комиссия құрылады. Ол төрағадан және оның мүшелерінен тұрады. Комиссия саны 7 мүшеден аспайтын мүшелердің тақ санынан құрылады. Комиссияның құрамын уәкілетті орган айқындайды. Комиссия құрылғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде комиссия мүшелері ашық дауыс беру арқылы энергетикалық кәдеге жарату объектілерін енгізу үшін елді мекендер тобын айқындау туралы шешім қабылдайды. Дауыс беру нәтижелері комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен айқындалады. Энергетикалық кәдеге жарату объектілерін енгізу үшін елді мекендер тобын айқындау туралы комиссияның шешімі хаттамамен рәсімделеді. Және оған комиссия төрағасы мен сол комиссия мүшелері қол қояды. Металлургиялық және энергетикалық кәсіпорындардың күлдері мен қождары. Индустрияның 4 саласы: металлургия, металл өңдеу, құрылыс және энергетикалық кәсіпорындарда түзілетін қалдықтардың үлкен санаты. Оларда балқудың жоғары температуралары, суда ерігіштің төмендігі салыстырмалы түрде төмен, немесе азғантай ерекшеліктер болуы мүмкін. Төмен және құны кең таралуы және өндірістің үлкен ауқымы біріктіріледі. Олардың шығу тегі бойынша олар 2 түрге бөлінеді. Олар металлургиялық және отын. Алдыңғы 30-40 жылда отын қождарының көлемі ірі ЖС және ЖО-ның көптеген шымтезектен, көмірден және мазуттан газға ауысуына байланысты үздіксіз азайған. Алайда оларды кәдеге жарату проблемасы ол ерте кезеңде жинақталған ескі қорларды кәдеге жарату қажеттілігіне байланысты өзекті болып қала береді. Сонымен қатар, соңғы жылдары газ бағасының қарқынды өсуіне байланысты энергетикада қатты және сұйық отындарды пайдалануға қайтару үрдісі байқалады. Бұл қож және күл үйінділерінің өсуіне әкеледі. Шлактарды жою. Бұл салада технология алдында 4 маңызды міндет тұр. Бұл біріншісі бай шлактарды жою. Бағалы компоненттері бар шлактарды жою. Екінші, құрылыс материалдарын ала отырып, қождарды өңдеу. Келесі, бұл аумақты босату мақсатында қож үйінділерін бөлшектеу. Соңғысы, бұл шлактарды өнеркәсіптік және жол салу үшін пайдалану. Металлургиялық қождар негізгі өндірістерде алынатын мақсатты өнімдердің сипатына байланысты 4 санатқа бөлінеді. Біріншісі, бұл қара металлургия қождары. Оларға шойын, болат және қорытпалар өндірісі жатады. Келесі, Б түсті металлургия шлактары. Оларға ауыр және жеңіл металдар мен олардың қорытпаларын өндіру жатады. Келесі, В, бұл сирек металдар металлургиясының қождары. Одан кейін Г, асыл металлдар металлургиясының қождары. Көптеген елдерде әуе кемелерін ластаудың негізгі көздері қалалар бассейнінің жылу энергетикалық агрегаттардың оттықтарында әртүрлі отынды жағу процестері және автокөліктің пайдаланылған газдары болып табылады. Атмосфералық ауаның санитарлық жай-күйінің негізгі көрсеткіші ретінде онда аталған қатты қалдықтардың шығарындылары бар заттардың
құрамы күкірт оксиді және күкірт SO3 ангидриттері, NOx азот оксиді және SO көміртек оксиді болып қабылданады. Бұлар атмосфералық ауаға ең көп шығарылатын қалдықтар ретінде тізімге енгізілген. Қоқыс жағу зауыттарының түтін газдарының сипаттамасы. Қоқыс жағу зауыттарының түтін газдарының құрамында жоғарыда аталған, жаңа айтылған өлшенген заттар мен оксидтерден басқа жағылатын тұрмыстық қатты қалдықтар да хлор және фтор құрамды компоненттер, пластмасса қалдықтар болған кезде H хлор сутегі хлориді және H фтор сутегі фториді болуы мүмкін. Сонымен қатар қоқыс жағу зауыттарынан шығатын газдарды табиғи отынмен жұмыс істейтін энергетикалық қондырғылардың түтін газдарынан су буының жоғары 10-нан 20%-ға дейінгі болуымен ерекшеленеді. Бұл отынның едәуір ылғалдылығымен байланысты болып келеді. Ластаушы түтін газдарды қоқыс жағу зауыттарында заттардың арасында сондай-ақ полихлордибензодиоксиндер және полихлордибензофурандар болуы мүмкін. Біздің елдегі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен қазандықтардан зиянды заттардың шығарындыларымен адамның тыныс алу деңгейінде атмосфералық ауаның ластануын қауіптілігінің дәрежесі қолайсыз метеорологиялық жағдайларда зияндылық және шоғырлануының шамасы бойынша анықталады. Оның мәні рұқсат етілген ең жоғарғы бір реттік шоғырланудан аспауы тиіс. Жалпы осы өндірістік орындарда атмосфераға шығарылатын шығарындылардың суммация әсері деген бар. Бұл суммация дегеніміз, мысалы, өндіріс орнында тек бір ғана зат шығарылуы мүмкін емес, ол жерде бір уақытта бірнеше заттар бірге қосылып шығуы мүмкін. Бұл сол кезде кәсіпорындарда есептеу жұмыстарында бұл суммация әсерінің өзінің шекті рұқсат етілген мәндері бар. Сол рұқсат етілген ең жоғарғы бір реттік шоғырланудан аспауы тиіс. Басқа газ тәрізді түтін газдарының токсиканттарының арасында тағамдық қалдықтардың, майлардың және басқа да кейбір компоненттердің толық тотығу кезінде пайда болатын альдегидтерді және органикалық қышқылдарды атап өткен жөн. Бұдан басқа канцерогендік заттардың отындарын жағу кезінде қоршаған ортаға түсу мүмкіндігін ескеру қажет. Олардың ішінде қазіргі уақытта ең танымалы бензопирен, бензоантрацен, керонен, фенантрен және пирен. Алайда бұл аталған канцерогендерді сорбциялайтын ұшпа күлдің 90%-ға дейін қазіргі заманғы шаң ұстағыш құрылғылармен аулауды, сондай-ақ оның түтін мұржалары арқылы шашырауын ескере отырып, ауаның жер бетіндегі қабатында осы заттардың концентрациясы қолданыстағы шекті рұқсат етілген шығарындардан шамаларының едәуір аз болуы мүмкін. Жалпы қорытындылай келе, қалдықтарды энергетикалық пайдалану бұл қазіргі заманның экологиялық және энергетикалық мәселелерін шешуге бағытталған тиімді әрі инновациялық тәсілдердің бірі. Бұл технология қалдық көлемін азайтумен қатар, олардан қосымша энергия өндіруге мүмкіндік береді. Бұл жерде қосымша жылу алуға, қосымша электр қуатын алуға және отын түрлерін алуға болады. Энергетикалық қалдық өңдеу әдістері бұлар жағу, пиролиз, газдандыру және биогаз өндіру. Бұл
қоршаған ортаға түсетін жүктемені төмендетіп, қоқыс полигондарына түсетін қалдық мөлшерін қысқартады. Сонымен бірге бұл әдістер жаңартылатын энергия көздерін кеңейтіп, энергия тәуелділігін азайтуға ықпал етеді. Қорытындылай келе, қалдықтарды энергетикалық пайдалану бұл тұрақты даму қағидаларына сай экологиялық, таза әрі экономикалық жағынан тиімді шешім. Ол болашақта қалдықтардың кері әсерін азайтып, және энергия өндірудің баламалы көзі ретінде маңызды рөл атқарады. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды.